Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз сіздермен 910 салық есептілігі бойынша табыспен ешқандай жұмысшысыз салық есептілігін тапсыру бойынша ақпараттарды қарастыратын боламыз. Сондықтан менің арнамнан алыстамаңыздар. Міндетті түрде осы видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен кабинет.кгд.gov.kz сайтына кіріп, яғни кабинет налогоплательщика сайтына кіреміз. Және де бұл жерде кірген кезде ЛТП ЭЦП батырмасын таңдау арқылы өзіміздің ЭЦП-мізді таңдап кабинетке кіретін боламыз. Мен сіздерге алдыңғы 200-ші форманы тапсыру бойынша видеода маңызды бір ақпаратты айтып кеткен болатынмын. Осы регистрационный данныйда міндетті түрде тапсыратын күні запросить данные батырмасын басып, данныйларыңызды обновить етіп алыңыздар. Себебі сіз егер де ИП-ңіздің адресін өзгертетін болсаңыз, ол жерде жаңада УГД-ның коды ауысып кетуі мүмкін. Кейін барып, мына жерде формы налоговой отчетности бөліміндегі настройка списка форм бөлімін таңдаймыз. Және бұл жерде біз 2025-те 2025 жылдың 1-ші қаңтарынан 15-ші ақпанына дейінгі аралықта шатасып кетпеңіз деп 2024 жылдың 2-ші полугодиясы бойынша 910-шы салық есептілігін тапсыратын боламыз. Сондықтан мына жерде таңдаған кезде 2024 жылды таңдаңыздар. Форманы таңдағаннан кейін сізде осындай бет ашылатын болады. Жаңа 2024 жылдың 2-ші полугодиясы бойынша салық есептілігін тапсыратын боламыз деп видеоның басында айтып кеткен болатынмын. Сондықтан да бұл жерде 3-ші бөлімі бойынша налоговый период, за который представляется налоговая отчетность полугодияны жазыңыз деп тұр, яғни бұл жерге 2 дейміз. Егер де енді келесі 4-ші бөлім бойынша, егер де сіз бухгалтерский учет жүргізетін болсаңыз, онда мына А пунктін таңдайтын боласыз. Егер де ешқандай бухгалтерский учетты жүргізбейтін болсаңыз, онда Б-ні таңдайтын боламыз. Біздің жағдайымызда В пунктін таңдаймыз. Единый платеждың плательщигі болатын болсаңыз, осы 5-ші пунктте міндетті түрде галочка қойып кетіңіздер. 6-шы пункт бойынша вид декларации. Яғни бұл жерде сіз бірінші рет тапсырып жатырған болсаңыз, мына жерде первоначальныйға галочка қоясыз. Егер де очередная болатын болса, онда осы очередная деп галочка қоясыз. Егер де сіз алдында тапсырған очередной или первоначальный бойынша белгілі бір қателіктерді или табысыңызды толық көрсетпей, жартысын ұмытып кеткен болатын болсаңыз, мына жерде міне дополнительная деген декларацияның түрін таңдауыңызға болады. Және дополнительно по уведомлению деген бар. Егер де сізге камералкадан, яғни налоговаядан қандайда бір уведомление келетін болса, сол уведомлениені по уведомлению деп таңдап, мына жерде уведомлениенің номері мен датасын көрсетулеріңіз керек болады. Және де егер де ИП-ні жауып жатқан болатын болсаңыз, онда мына жерде тұрған ликвидационная деген жерге галочка қоятын боламыз. Біздің жағдайымызда бұл қазір бізде очередная. Және де 7-ші пунктте трехкомпонентная интегрированная система, яғни тесті қолданатын болсаңыз, міндетті түрде бұл жерде де галочка қоюды ұмытпаңыздар. 10-шы пунктте признак резидентства, яғни сіз Қазақстан Республикасының азаматы болсаңыз, А пунктін резидент Республики Казахстан деген жерге галочка қоясыз.
болмаса сіз Қазақстан Республикасының азаматы болмасаңыз, не резидент Республики Казахстан деген жерге галочка қоятын боласыздар. Так, бізде енді келесі бөлім бұл раздел исчисление налогов. Мына жердегі пункт бойынша сіз өзіңіздің мысалы шілденің 1-нен бастап 31 желтоқсанға дейінгі аралықта болған барлық табысыңызды міндетті түрде осы мына пунктте көрсететін боласыздар. Яғни бұл ИП-дан бізде 15 миллион табыс болған. Мінекей 15 миллионды көрсетеміз. Және бұл жерде без доходы, полученные путем безналичных расчетов, в том числе. Егер де сіз бұл 15 миллионды мысалы ИП-ның болмаса оның атына арналған арнайы спец счетқа қабылдаған болсаңыз, яғни жаңағыдай қолма-қол налмен алмасаңыз, онда міндетті түрде 15 миллионның барлығын мына жерде көрсететін боласыз. Ал сіз 5 миллион наличкамен алып, қалған 10 миллионын жаңағыдай счетқа алған болсаңыз, 10 миллионды осы жерге жазасыздар. Біздің жағдайымызда 15 миллионның барлығы счетқа түскен болатын. Осы жерге жазамыз. Және де бұл жерде ұмытып кетпеңіздер, А пунктының өзі бізде бірінші, екінші пунктке бөлінеді. С применением трехкомпонентной системы және де доходы получены от реализации товаров при электронной торговле товарами на электронной торговой площадке. Егер де ИП-іңізде, туыңызда жұмысшы болатын болсаңыз, мына жерде көрсетесіз. Сол жұмысшыларыңыздың ішінде зейнеткерлер болатын болса, пенсионеры деген жерге санын көрсетесіз. Инвалидность, мүгедектігі бар жұмысшыларыңыз бар болатын болса, бұл пунктіне көрсетесіз. Және де бұл жердегі бір жұмысшыға орта айлық көрсеткішін мына жерге жазатын боласыз. Бұл біздің бүгін тапсырып отырған салық есептілігі ешқандай жұмысшысыз, тек табыспен тапсырып отырған форма. Мына жерде сіздерге қарасаңыздар, біз доходты жазғаннан кейін бізге мына жерде налогтарды көрсетіп беріп тұр. ИПН, подоходный налог 225 мың және социальный налог 225 мың шығып тұр. Социальный налог қазір егер де біз мына жерде әрбір айға мысалы доход бірінші айда, екінші айда, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы айларда әрбір айда доходтарыңыз болатын болса, және сіз ол жерде минималка, максималкамен төлеген болатын болсаңыз, мына жерде сізде жаңағы социальный налог азаятын болады. Және бұл жерде айта кетерлік жайт, мен сіздерге қазір таблица дайындап қойған болатынмын. 2024 жыл бойынша минималды төлемдер ИП иесі үшін. ИП иесі өзіне минималды зарплатадан төлей алады. Сізде қанша жерден мысалы табыс болып жатырса да, сіз 85 мың теңге жалақыдан төлей аласыз. Яғни 85 мың жалақыдан сіз төлеуіңіз керек. Ол обязательный пенсионный взносы 8500 теңге, обязательный пенсионный взносы работодателя 1275 теңге 2024 жылы шыққан төлем түрі, және социальный отчисление 2975 теңге. Және медстраховка ВОСМС 5950 теңге. Келесі ол бізде 2024 жыл бойынша максималды төлемдер ИП иесі үшін, яғни сіз декретке максималды шығып жатқан болатын болсаңыз, онда сіз мына жерде келесідей төлемдерді төлейтін боласыз. Обязательно пенсионный взносы, мына жерде қате кетіп қалған екен, 66110 теңге. Обязательно пенсионный взносы работодателя 9917 теңге. Социальное отчисление
20.825 теңге және осмосқа 5.950 теңге. Яғни бұл жерде бұл максималды төлем, егер де сіз декретке максималды шығып жатырсаңыз. Енді біздің жағдайымызда біз минималды төлемді көрсететін боламыз. Сізде қай айда табыс болды, мысалы сол айларға минималды төлейсіз. Яғни мына жерде доход для исчисления социальных отчислений деген жерге зарплатамызды жазатын боламыз. 85 мың теңге. Менде барлық 6 айда табыс болса, мен осының барлығын көрсетіп шығатын боламын. Әрбір айға, кейбір айларда табыс болмаған болса, сол айларға сіз 0 деп көрсетіп, тек қана медстраховканы, яғни осмосты төлейтін боласыз. Біз екінші келесі бетке өтеміз. Бұны толтырып болғаннан кейін екінші бетте мұны қарасаңыздар, мына жерде зарплатамыз жазғаннан кейін бізде автоматын біздің төлеген социальный отчислениеміз бойынша авторасчет бар бұл жерде, сондықтан бізде 2.975 теңге автоматтың өзі шығып тұрады. Енді келесі бізде көрсету керек, ол доход для исчисления обязательных пенсионных взносов и обязательных пенсионных взносов работодателя. Яғни бұл жерде авторасчет бар, біз пенсионкаға төлеген сумманы көрсететін боламыз. Бұл жерде 85 мың дейміз, себебі біз зарплатадан 10% пенсионкаға төлейміз. Байқасаңыздар, мінекей мына жерде де өзі автоматтың шықты. Енді келесі ол бізде сумма обязательных пенсионных взносов работодателя к уплате 1275 теңгені көрсетеміз төлеген әрбір айға. Және келесі соңғысы бізде ол сумма взносов на обязательное социально-медицинское страхование к уплате. Жерде плюсиктерді бассаңыздар, автоматтың өзі шығады. Так, барлығы бізде дұрыс. Бізде ешқандай жұмысшы жоқ болғандықтан біз бірінші, екінші және үшінші приложенияларды толтырмаймыз. Үшінші бетке өтпейміз. Ол жерде жұмысшымызға қатысты ақпараттарды толтыру керек. Бізге бұл салық есептілігінде қатысы жоқ. Сондықтан бірден төртінші бетке ауысатын боламыз. Бұл жерде біз жаңағы регистрационный данныйдағы УГД код органа государственных доходов по месту нахождения ең бірінші, яғни ИП-ның орналасқан УГД-сі бойынша кодты таңдайтын боламыз. Бізде ИП-міз Ақтау қаласында, Ақтау қаласын таңдаймыз. Және бұл жерде прописка тоже Ақтау қаласында, онда да Ақтау қаласын таңдайтын боламыз. Міндетті түрде проверить заполнение батырмасының бағасы тексеріп аламыз. Бір жерлерде мысалы қате кетіп қалуы мүмкін. Мінекей осылай бізде шықты. Қазір қай жерден қарау керек, мен сіздерге айтамын. Осы жерден төмен түсіп, мына жерде ошибки дегенді қараймыз. Біз нені ұмытып кеттік? Мінекей мына жерде бізге БИН аппарата акимов городов районного значения. Осы жерді толтырмадыңыз деп тұр. Бұл жерде жаңағыдай УГД-ның несін іздейміз. Мінекей Ақтау қаласы бойынша. Тағы да проверить заполнение дейміз. Мінекей ошибок нет деп шығарып беріп тұр. Окей батырмасын басып.
мына жерде отправить в УГД деп окей батырмасын басып, ЭЦП-мызды таңдап, паролін жазып, мына жерге окей және выбрать батырмасын басып, салық есептілігін налоговыйға жіберетін боламыз. Бүгінгі видео сіздерге ұнады деген ойдамын. Лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.